Артық салмақ тек сыртқа келбет мәселесі деп ойлайсыз ба? Жоқ, бұл сіздің өміріңізге қауіп төндіретін тыныш жау. Адамдар арықтауға тырысады, диета ұстайды, жаттығады, бірақ неге нәтиже жоқ? Себебі көпшілігі бір үлкен қатені қайталайды. Бүгін мен сізге арықтаудың ең дұрыс жолын, жасамауға тиіс қателіктерді және неліктен кейбір арықтау әдістері денсаулығыңызды қауіпті екенін айтып беремін. Артық салмақ несімен қауіпті? Бұл сіздің буындарыңызға, омыртқаңызға күн сайын тонна жүк арқалағанмен бірдей. Салмағыңыз 20 килограмм артық па? Онда сіз күні-түні 20 килограмм рюкзакпен өмір сүріп жатырсыз. 50 килограмм болса ше? Қорқынышты, я? Артық салмақ жүрекке де ауыр салмақ. Бұл салмақ артық болғанмен ол сіздікі. Оны да тамақтандыру керек. Ол арқылы да қан жүру керек. Алайда майлы тіндерде де қан тамырлары аз, әрі олар өте жіңішке. Сол себепті жүрек ол жаққа қан айдау үшін қан қысымын көтеруге мәжбүр. Осының салдарынан жүрек пен қан тамыр жүйесіне үлкен салмақ түседі. Гипертония пайда болады. Жүрек ерте тозады. Нәтижесінде инфаркт не инсульт орын алады. Сондықтан артық салмақ тек сыртқы көрініс мәселесі емес. Бұл аурудың бастамасы, буындарды ауыстыру, үнемі жайсыздық және тағы басқа да мәселелер. Ал енді дұрыс емес арықтауда қауіпті. Кейде тіпті арықтамағаннан да зиян болуы мүмкін. Кей адамдар ашуға кірісіп, асқазанын бұзады, ас қорыту жолын зақымдайды. Басқалары ауыр жаттығулар жасайды. Олардың ағзасына жарамайды. Егер сіздің салмағыңыз 130 килограмм болса, жүгіруге кіріссеңіз, бірден омыртқа мен буындарды жарақаттайсыз. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Мен бәрін дұрыс жасаудың жолын айтып беремін. Көп адамдарға сенде артық салмақ бар деп айтып жатады. Содан соң адамдар мінсіз өлшемге ұмтылады. Бел өлшемі мынандай болу керек, салмақ мынандай деп. Бірақ бұл әрдайым дұрыс емес. Ең бастысы көрсеткіш, дене тонусы, бұлшықет сергектігі. Мәселе, адамның бойында 165 сантиметр, салмағы 55 килограмм, белі 50 сантиметр болуында емес. Егер ол өзін нашар сезініп шаршап тұрса, сырттай да, жанасқанда да сергек емес адам жақсы жағдайда емес. Ең бастысы тонус. Енді біз әсер ете алмайтын нәрселерге тоқталайық. Бұл генетика. Егер ата-анаңыз ірі не ұсақ денелі болса, сіз де соған ұқсайсыз. Бұған біз әсер ете алмаймыз. Бұған қоса гормондық бұзылулар бар. Бұл дәрігердің көмегін қажет етеді. Алайда біз әсер ете алатын нәрселер де бар. Бұл өмір салты. Бірінші, тамақтану. Екінші, физикалық белсенділік. Екеуін бөлек алып қарауға болмайды. Жай ғана тамақтан бас тарту нәтиже бермейді. Немесе жай ғана спортпен айналысу бұл да жеткіліксіз. Май кетуі мүмкін, бірақ бұлшықеттер сол баяғы қалпында қалады. Тамақтану негізгі мәселе. Әйелдер не жеуге болмайтынын жақсы біледі, бірақ бәрібір сиқырлы таблетка іздейді. Не жесем арықтаймын. Бірақ бәріміздің тамақтануымыз ұлтқа, дәстүрге байланысты. Мысалы, қазақ халқы көшпенділер. Олар астық жеген жоқ. Олардың негізгі тағамы ет пен сүт болды. Астықты тек айырбастап алатын. 19 ғасырдағы қазақтар бай дастарханын елестетіп көріңіз. Онда ет, сүт, далада табылған жеміс-жидек болады. Ал орыстарда шошқа еті, жеміс, шарап. Ал қарапайым шаруаның дастарханында картоп пен нан. Сол кезде нан негізгі тағам болып саналады, бірақ ол ең қауіпті өнімдердің бірі. Неге? Себебі биохимия, тірі ағзадағы химиялық процестерді зерттейтін ғылым біздің былай дейді. Энергия алмасуына май мен көмірсулар қатысады. Ақуыз энергия көзі емес, ол тек жасуша құрауға кетеді. Сол себепті ақуызды мөлшермен жеуге болмайды. Оның артық мөлшері майға айналады. Арықтағыңыз келсе,
ақуызды еркін жеуге болады. Мысалы, қасқырлар семіз болмайды, өйткені тек ет жейді. Ал көмірсулар ше? Көмірсулар жылдам және баяу болады. Жылдам көмірсулар кәмпиттер, қант, олар тез жанып кетеді. Бірақ олардан семіріп кету үшін өте көп жеу керек, сондықтан аса қауіпті емес. Ал баяу көмірсулар ең қауіптісі. Бұларға нан, макарон, тәтті нан, тоқаштар ұзақ уақыт бойы ыдырап энергия береді. Бірақ біз оны түгелдей жағып үлгермесек, ол майға айналады. Бұл құрғақ ағаш емес, шик ағашта отқа жағумен тең. Ол баяу жанады, түтін көп болады. Май ше? Май қауіпті ме? Жоқ, май ағзаға қажет. Өйткені барлық гормондар майдан түзіледі. Сондықтан майды жеуге болады. Тек көмірсулармен емес. Мысалы, сіз майды нанмен жесеңіз тек семіресіз, ал тек қана май көп жей алмайсыз. Спорт туралы айтсақ, май жағылу үшін жаттығу үздіксіз 30 минуттан асуы керек. Алғашқы жарты сағатта ағзадағы глюкоза кетеді, сосын ғана май кетеді. Сол себепті жаттығу 1-2 сағат үздіксіз болу керек. Жай серуен, жүзу, үй жинау бәрі жарайды, тек үзіліссіз болсын. Мысалы, бодибилдерлер, олар алдымен салмақ жинайды, сосын сушка жасайды, яғни майдан арылады. Кішкентай салмақпен көп қайталау майды кетіреді. Сондықтан денелері рельефті, бұлшықетті көрініп тұрады. Көп салмағы бар адамдарға жүгіруге болмайды. Бастапқыда тек жүзу, жаяу жүру, бұлшықеттеріңіз күшейген соң басқа жаттығу қосуға болады. Әйтпесе инфаркт не буын зақым алып келуі мүмкін. Сондықтан салауатты өмір салтын ұстанған жөн. Егер сіз осы видеоны соңына дейін көрсеңіз, дұрыс арықтау жолын білесіз. Көбірек пайда, азырақ зиян. Бізге жазылыңыз, біз маңызды қарапайым тілмен жеткіземіз. Назарларыңызға рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын.